дайындық әскери тәртіппен оған үйретудің маңызды пәндерінің бірі. Ол жауынгерлерге саптық тұрысты, оқыптылықты, жинақылықты, тәртіптілікті, бөлімше құрамында жекеленген саптық тәсілдер мен үйлесімді қимылдарды дереу және тез арада орындауды дағдыландыруға бағытталған. Саптық дайындық қарумен және қарусыз жекеленген саптық жаттығуларды, машиналардағы және жаяу реттегі қимылдар кезінде бөлімше, есеп тобы, экипажы, взвод, рота, батарея, батальон, дивизион және бригадалардың саптық үйлесімділігін, бөлімше мен бөлімдердің саптық байқауларын, сондай-ақ қызметшілердің ұрыс алаңында жылжу тәсілдерін қамтиды. Саптық дайындық сабақ кестесінде қарастырылған оқу уақытында өткізіледі. Ол тактикалық атыс және дене шынықтыру сабақтарында, сапқа тұру, қозғалыс кезінде, күнделікті өмірде жетілдіріліп іске асырылады. Саптау. Саптық тұрыс саптал немесе тік тұр пәрмені бойынша қабылданады. Тік тұр. Осы пәрмен бойынша тығыздалмай еркін тұру керек. Өкшелерді қосып, аяқтың ұшын маңдай шептің сызығы бойынша табанның еніне қойып түзетеді. Аяқ тік ұсталынып тізеден бүгілгенімен тығыз ұсталынбайды. Кеуде тік ұсталынады. Дене біршама алға беріледі. Ішті тартып, иықты жазу керек. Қол саусақтармен алақанды ішке қарататта, бүйір мен жамбастың ортасында болатындай етіп ұстап, ал саусақтарды жартылай бүгіп, жамбасқа тиіп тұратындай жағдайда төмен қарай жібереді. Басты жоғары және тік, иекті алға шығармай ұстайды. Өзінің алдына тура қарап, шұғыл әрекет жасауға дайын болу керек. Орындағы саптық тұрыс пәрменсіз де қабылданады. Бұйрық берілгенде және қабылданғанда, баяндау кезінде, Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұран орындалғанда, әскери сәлемдесу кезінде, сондай-ақ пәрмендер берілгенде қабылданады. Еркін тұр. Пәрмен бойынша оң немесе сол аяқтың тізелерін бос ұстап, орнынан кетпей, назарды әлсіретпей және сөйлеспей еркін тұру керек. Жинақтау. Пәрмені бойынша саптағы өз орнын тастап кетпей, қаруын, киімдерін және жабдықтарын түзеу керек. Қажет болған жағдайда саптан шығу үшін тікелей бастығынан сұрануға болады. Орында тұрғандағы бұрылыстар. Оңға. Солға. Артқа бұрыл. Пәрмендер бойынша орындалады. Артқа және солға бұрылу сол жаққа қарай, сол өкшемен және оң аяқтың ұшымен жүргізіледі. Оңға. Оңға бұрылу оң қол жаққа қарай, оң өкшемен және сол аяқтың ұшымен жүргізіледі. Бұрылыстар екі тәсілде орындалады. Бірінші тәсіл дененің тік қалпын сақтай отырып және тізелерді бүкпей бұрылып, алдыңғы тұрған аяққа дененің салмағын салу керек. Екінші тәсіл қысқа жол арқылы екінші аяқты тез арада қою керек. Адым саптық және жорықтық болады. Саптық адым бөлімшелердің салтанатты шеруімен жүріп өту кезінде, олардың қозғалыс кезінде, әскери сәлемдесуді орындау кезінде, әскери қызметші саптан шыққанда және сапқа қайта келгенде, сондай-ақ саптың даярлық сабақтарында қолданылады. Басқа жағдайларда жорықтық адым қолданылады. Саптық адыммен қозғалыс жасау, саппен адым бас қозғалыс кезінде Саппен адымды. Адым бас. Ал жорықтың адыммен қозғалыс жасау адым бас пәрмені бойынша басталады. Алдын ала берілетін пәрмен бойынша дене біршама алға беріледі. Оның салмағын, орнықтылығын сақтай отырып, оң аяққа салу керек. Орындалатын пәрмен бойынша қозғалыс сол аяқтан толық адыммен басталады. Саптың адыммен қозғалыс кезінде аяқтың ұшын жерден 15-20 см жоғары көтеріп, аяқты алға созады және табанға нық қояды. Иықтан бастап қолдармен дененің айналасында қозғалыс жасау керек. Алға, оларды шынтақта денеден алақанның еніндей ұстап, белдіктен жоғары көтерілетіндей бүгіп, ал шынтақ қолдың білегінің деңгейінде болу керек. Артқа, иық буынының шегіне жеткенше, қолдың саусақтарын жартылай бүгіп, басты тік ұстап, өзінің алдына қарай қарау керек. Жорықтық адыммен қозғалыс жасау кезінде аяқтың ұшын созбай, еркін қозғап және оны жерге әдеттегі жүрістегідей қою керек. Қолмен дененің айналасында еркін қозғалыс жасау керек. Жорықтың адыммен қозғалыс жасау кезінде тік тұр пәрмені бойынша саптық адыммен көшу керек. Саптық адыммен қозғалыс жасау кезінде еркін тұр пәрмені бойынша жорықтық адыммен жүру керек. Орында тұрып адым жасауды көрсету
орында, адым, бас. Қозғалыста орныңда пәрмені бойынша жүргізіледі. Осы пәрмен бойынша адым аяқты көтерумен және түсірумен көрсетіледі. Бұл ретте аяқты жерден 15-20 сантиметр көтеру керек және оны ұшынан бастап табанға толық қою керек. Қол адамның ырғағымен қозғалыс жасау керек. Сол аяқты жерге қоюмен бір мезгілде берілетін тура пәрмені бойынша оң аяқпен орында тағы да бір адым жасап және қозғалысты сол аяқтан толық адыммен бастау керек. Бұл ретте алғашқы 3 адым саптық болу қажет. Қозғалысты тоқтату үшін пәрмен беріледі. Мысалы, Қатардағы жауынгер Тұрдал, тоқта. оң немесе сол аяқты жерге қоюмен бірге бір мезгілде берілетін орындалатын пәрмен бойынша тағы да бір адым жасап саптық тұрысты қабылдау керек. Қозғалыстың жылдамдығын өзгерту үшін пәрмендер беріледі. Қарышта. Қысқа адымда. Жи адымда. Жарты адым. Қалыпты адым. Жекелеген әскери қызметшілердің орнын бірнеше адымға басқа жаққа ауыстыру үшін пәрмен беріледі. Мысалы, Қатардағы жауынгер Тұрдал, оңға 2 адым, бас. осы пәрмен бойынша әр адымнан кейін аяқты ыңғайлап қоя отырып, оңға 2 адым жасау керек. Алға немесе артқа бірнеше адым орын ауыстыру үшін пәрмен беріледі. Мысалы, 2 адым, алға, бас. осы пәрмен бойынша әрбір адымнан кейін алға 2 адым жасау және аяқты қою керек. Оңға, солға және арқа орын ауыстыру кезінде қолмен қозғалыс жасалмайды. Қозғалыс кезіндегі бұрылыстар. Оңға, солға. Оңға бұрылыс жасау үшін орындалатын пәрмен жерге оң аяқты қоюмен қатар бір мезгілде беріледі. Осы пәрмен бойынша сол аяқпен бір адым жасап, сол аяқтың ұшымен бұрылу керек. Бұрылумен бір мезгілде оң аяқты алға созу және қозғалысты жаңа бағытта жалғастыру керек. Артқа бұрыл. Артқа бұрылу үшін орындалатын пәрмен оң аяқты жерге қоюмен бір мезгілде беріледі. Осы пәрмен бойынша сол аяқпен тағы да бір адым жасау керек. Бір деп санау бойынша оң аяқты алға қарай жарты адым созу керек және бір шама солға және сол қол жаққа қарай 2 аяқтың ұшымен шұғыл бұрылып, 2 деп санау бойынша қозғалысты сол аяқпен жаңа бағыт бойынша жалғастыру керек. 3 деп санау бойынша бұрылыс кезінде қолмен қозғалыс жасау адамның ырғағымен жүргізіледі.